Сәлем достар, бұл видеода аса қатыгездікпен өлтірілген жапондық оқушы қыз туралы айтатын боламыз. 18 жастан аспағандарға тыйым салынады. Арнаға жазылуды, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Джунко Фурута 1989 жылы 22 қарашада жауыздардың қолында өлгенге дейін 44 күн зорлау мен азаптауды бастан кешірген 16 жасар оқушы қыз. Бұл оқиға Жапонияда бетонмен қапталған оқушы қыз ретінде белгілі. Джунко Фурута Жапонияның Сайтама префектурасындағы Мисато қаласындағы орта мектепте оқыды. Әдемі, белсенді жасөспірім болатын. Ол көпшіліктің көңілінен шығып, кейбіреулердің қызғанышын тудырды. Ол темекі шекпеді, ішімдік ішпеді және есірткі қолданбады. Ол гангстер тәрізді жасөспірімдердің көз алдында өте жағымсыз болып көрінді. Олардың бірі Хироси Мияно. Оған ғашық болды, бірақ қарым-қатынас іздемеді. Джунко Фурута одан бас тартты. Хироси Мияно мектепте бұзақы болды және якудзамен, яғни қылмыстық топпен араласты. Оған ешкімнің қарсы тұруға батыл жетпеді. Ал Джунко Фурута жоқ деп жауап беруге шыдады. 1988 жылы 25 қарашада оны 4 жасөспірім бала ұрлап кетеді. Олардың бірі Хироси Мияно болатын. Жауыздар Джунко Фурутаны Токионың Адачи қаласындағы Аяси ауданындағы ұрлаушылардың бірінің ата-анасының үйіне апарады. Тұтқында болған кезде ұрлаушылар Джунко Фурутаға ата-анасына қоңырау шалдырып, достарымен жүргенін, ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ деп айтқызады. Не болып жатқанын түсіне алмаған және талапқа сай келмеуден қорыққан Джунко дәл айтқан орындап, ақырында оның жоғалып кетуінен кейін болатын іздестірудің алдын алады. Нобухару Минатоның ата-анасы ұлына бірнеше рет қонаққа келеді. Десе де, оған зорлық-зомбылық күшейеді деген қауіппен Джункодан өзін ұлдардың бірінің құрбысымын деп көрсетуге көндіреді. Алайда оның үйде тұтқын болғаны белгілі болған кезде де ата-анасы якудзамен байланысы бар Хироси Мияноның кек алуынан қорқып ештеңе істемеді. Джунко Фурута ұрланғаннан кейін 44 күн ішінде адам айтқысыз азапқа төтеп беруге мәжбүр болды. Көбінесе жалаңаш ұстау арқылы қорланды. Күнделікті қынапта, ануста да зорланды. 100-ден астам ер адам оны зорлады деген болжам бар. Жауыздар якудзамен байланысы бар басқа мүшелерінде де 16 жасар қызды зорлауға шақырған. Ол шамамен 500 зорлауды басынан өткерген. Бір кезде оны бір күнде 12 түрлі ер адам зорлаған. Зорлаушыларды қоздыру үшін ол олардың және олардың қонақтарының алдында мастурбация жасауға мәжбүр болған. Оның қынапшасы мен анусына соның ішінде бөтелке, темір, қайшы, күйдірілген инелер және тағы басқа заттарды салған. Азық-түлікпен және су шектеулі ғана қамтамасыз етілді. Тірі тарақандарды жеуге және өз дәрін ішуге мәжбүр болды. От шашуларды қынабына салып, жарулар жасаған және оның сол жақ төсін тістеуікпен жұлып алған. Қолдары мен аяқтарын байлап, еденде жатқан кезде оның ішіне гантельдер түсіп кеткен. Бұл ішек құрылысының бұзылуына әсер еткен. Төбеге ілініп, бокс сөмкесі ретінде пайдаланылған. Бірнеше сағат бойы мұздатқышта сақталған. Қабақтарын ыстық балауызбен және оттықпен күйдіріп, кеуделерін инелермен тесіп тастаған. Қынаптары мен анусына темекі мен оттықпен күйдірген. Қынапқа ыстық, жанып тұрған шамды салып, жарылғанша үйкеген. Тұрақты ұрып соғудың салдарынан ауыз қуыстарында қан жиналып, мұрнымен тыныс ала алмады. Оның жарақаттанған ішкі мүшелері тамақ пен суды қабылдаудан бас тартты. Сондықтан ол ішуге тырысқанда, ол бірден құсқан. Бұл қылмыскерлердің ашуына тиіп, олар оны кілемді ластаған үшін көбірек ұрып соғумен жазалады. Бір кезде жауыздар ішімдік ішіп демалып жатқанда, ол полицияға хабарласпақшы болған. Бірақ ұсталып, аяғын от сұйықтығымен жағу арқылы жазаланды. Аяғы қатты күйіп, бұлшық еттері қатты соғылғандықтан 20 күннен кейін ол жүре алмай қалды. Ол енді қолымен еш нәрсе көтере алмады.
Өйткені оның сүйектері ауыртпалықтан сынып, тырнақтары жарылған еді. Қыс мезгілі болғандықтан, ол да суық температураға ұшырап, балконда ұйықтауға мәжбүр болды. 30 күннен кейін Джунко Фурута бөтен заттарды енгізуден, ішкі ағзалары мен жыныс мүшелерінің зақымдануынан және темекі мен оттықтан күйіп қалуынан дұрыс зәр шығара алмады. Оның қолдары мен аяқтары қатты зақымданған және оған төменге қарай жуынатын бөлмеге баруға 1 сағаттан астам уақыт кетті. 44 күн ішінде өзін қайта-қайта азаптап, ұрып-соғып зорланғанда, Джунко Фурута жауыздардан өзін өлтіруді бірінші рет өтінген. Олар оған мұндай мүмкіндікті бермеді. 1989 жылы 4 қаңтар күні болатын. Олар қызбен Маджонг Солитер ойынын ойнайды. Қыз ойында ұтады. Бұл жауыздарды ашуландырады да, олар қызды оған жеңіл сұйықтық құйып аяқтарын, қолдарын, бетін отпен жағады. Темір штангамен ұрады. Қатты соққыға жығылған, сусызданған және тамақтанбаған Джунко Фурута есеңгіреп қалып, келесі күні қайтыс болады. Жауыздар өлген қыздың денесін 55 галлондық бөшкеге салып, цементпен толтырып қатырып тастайды. Бөшкені Токио қаласының Кото ауданына тастайды. Жапон соты қылмыскерлер кәмелетке толмағандар болғандықтан, Джунко Фурутаны ұрлап, азаптап зорлаған және өлтірген 4 жауыздың есімдерін жасырады. Алайда Шукан Буншун журналының журналистері олардың есімдерін іздеп тауып алады. Джунко Фурутаға жасаған қылмысынан кейін олардың адам құқықтарын қорғауда ешкім лайық емес екенін айтып жариялады. Хироси Мияно қылмыс жасаған кезде 18 жаста. Атын Хироси Йокояма деп өзгерткен. Джо Агура қылмыс жасаған кезде 18 жаста. Атын Джо Камисаку деп өзгерткен. Синзи Минато қылмыс жасаған кезде 16 жаста. Кейбір дерек көздері оны Нобухару Минато деп атайды. Ясуши Ватанабе қылмыс жасаған кезде 17 жаста болған. Қылмыскерлердің 4-еуі де ұсталып сотталды. Алайда қылмыс жасалған кезде олардың барлығы кәмелеттік жасқа толмағандықтан кәмелетке толмағандар ретінде сотталды. Ақырында сот олардың жеке басын жасырғанын қоспағанда, олар ересектерге қатысты үкімдерге тап болды. Дегенмен, олардың қылмыстарының ауырлығын ескерсек, оларға шығарылған үкімдер салыстырмалы түрде төмен болды. Қазіргі уақытта олар түрмеден шыққан. Жауыздардың 3-еуі 8 жылдан аз уақыт өтеген, ал қылмысты ұйымдастырушысы 17 жылға бас бостандығынан айырылған. Бірақ оның апелляциясынан кейін судья Рюджи Янаси жазасын қысқартқан. Дәл осы судья апелляциялық шағым түсірген 2 баланың жазасын күшейткен, ал біреуінің үкімі сол күйінде қалды. Қалай болғанда да қазір олардың барлығы 50-ден асқан адамдар. 1999 жылдың тамыз айында бостандыққа шыққан Джо Камисаку 2004 жылдың шілдесінде бұзақылық және адамдарды ұрып соғу бойынша 7 жыл түрмеге қайта отырады. Джунко Фурутаны азаптау және өлтіру халықаралық наразылықты тудырды және оның ісі бойынша фильмдер мен Камата Юджи суреттеген мангаға шабыт берді. Ең назар аударарлық фильм 1995 жылы шыққан бетонмен қапталған қызды өлтіру ісі. Фильм режиссері Кацуя Мацумура болды. 2004 жылы тәуелсіз шығарылған жапондық бетон фильмі де Джунко Фурутаның өлтірілуіне әкелетін оқиғаларға негізделген. Осы оқиға бойынша 3 кітап жазылған. Кейбіреулер Джунко Фурутаның азаптауы мен өлтірілуінің әңгімесі жалған дегендер де болды.